Сәлем достар, құрбан айт туралы қысқаша түсіндік. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыз, жаңа видеоларды көретін боласыз. Құрбан айттың негізгі мақсаты Алла разылығы үшін құрбандыққа мал шалу. Бұл мереке қарсаңында миллиондаған мұсылмандар Арафат жазығында құлшылық етіп, дұға оқиды. Ислам дінінде қасиетті екі мейрам болса, соның бірі құрбан айт. Құрбан шалу соны Ибрахим пайғамбар дәуірінен бастап алады. Құрбан дегеніміз не? Құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу. Ал айт мереке, мейрам, қуаныш деген сөз. Құрбан айт күндері мұсылманның атқаратын ең жақсы ісі құрбандық шалу. Осы арқылы пенде Алла тағалаға жақын болады, күнәлары кешіріледі. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деп бұйырған. Құрбан айттың шығу тарихы. Ислам дініндегі басты мерекенің тарихы ерте заманнан бастау алады. Алла тағала Ибрахим пайғамбарға сынақ ретінде өзінің сүйікті ұлы Исмайылды құрбандыққа шалуды бұйырады. Әкесі мен баласы жаратушының бұйрығына қарсы келмей, әмірді орындамақшы болады. Сынақтан сүрінбей өткен әкесі мен баласының тақуалығына, адалдығына Алла тағала риза болып, өз құзырынан құрбандық орнына қошқар түсірген. Содан бері Алланың разылығы үшін құрбандық шалу дәстүрі жалғасып келеді. Құрбан шалу арқылы пенде Алланың әміріне бойсынуды, әр істе сабырлық сақтауды үйренеді. Құрбан айт 2023 жылы қашан басталады? Құрбан айт ораза айттан кейін 70 күн өткен соң келетін мейрам. Мұсылман қауымы құрбан айтты қатарынан 3 күн тойлайды. Қазақстан заңнамасы бойынша құрбан айттың бірінші күні демалыс. Биыл құрбан айт 28-ші, 29-ші, 30-ші маусым күндері аталып өтеді. Кімдер құрбандық шалады? Ханафи мазхабы бойынша құрбан шалу бай, азат, балиғат жасына толған, ақылды, жолаушы болмаған мұсылманға уәжіп. Бұл жерде бай деп құрбан айт күні өзінің және отбасының негізгі қажеттілігінен артық мал дүниесі зекет нисабына жеткен, яғни 85 грамм алтыны бар, 40 қойы бар, 30 қара малы бар, немесе 5 түйесі бар адамға айтылады. Нисаб мөлшерінде артық қаражаты болмаса да, кедей мұсылман кісінің құрбан шалуына болады. Жалпы Ханафи мазхабында құрбан айтта шамасы жеткендерге құрбан шалу уәжіп. Құрбан айтта не істеу керек? Мейрамның бірінші күні мұсылмандар ертерек тұрып, жуынып, таза киімін киіп, хош иісті әтірін сеуіп, мешітке айт намазына келеді. Айт намазын оқып болғаннан кейін бір-бірін құрбан айтпен құттықтап, құшақ жайып, өкпе реніші болса кешіріп, татуласады. Ораза айт намазында таңертең мешітке барар алдында үйден құрма секілді тағамдардан дәм татып шыққан абзал болса, ал құрбан айтта керісінше нәр татпай шыққан дұрыс. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед сол күнгі оразасын жаңа сойылған құрбан етімен ашқанды құп санаған. Айт намазынан кейін шамасы келетін мұсылмандар Алланың разылығы үшін құрбандық шалады. Оның етін тұрмысы төмен отбасыларға таратады, садақа береді. Құрбандыққа қандай мал шалынады? Қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болуы керек. 6-7 айлық тоқты 1 жасар қой сияқты семіз, етті болса, құрбандыққа шалуға жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу абзал. Қой немесе ешкіні тек 1 адам құрбан ретінде шала алады. Ал сиыр немесе түйені, яғни ірі қараны 1 кісінің жалғыз өзі шалуына болады. Сондай-ақ 7 кісіге арнап ортақ шалуына болады. Құрбанды ортақтасып шалған уақытта әрбір адам құрбан шалу ниетімен ортақтасуы керек. 1 кісі құрбан үшін, ал екінші 1 кісі тек қана етін алу ниетімен ортақтасса, шалынған мал барлық ортақтар үшін құрбан болып есептелмейді. Құрбандыққа жылқы шалуға болмайды.
Құрбандыққа қандай малды шалуға болмайды? Құрбандыққа бір немесе екі көзі соқыр мал, құрбан шалу орнына өз бетінше жетуіне шамасы жетпейтін ақсақ мал жарамайды. Сонымен қатар тісінің көбі жоқ, мүйіздерінің бірі сынған мал құрбандыққа шалынбайды. Тым әлсіз мал мен құйрығының жартысынан көбі жоқ және құлағы жоқ мал сойылмайды. Лас нәрсемен тамақтанып жүрген мал да құрбандыққа жарамсыз. Құрбандық шалу уақыты. Құрбандық шалудың белгілі уақыты бар. Құрбандықты одан алдын немесе кейін шалуға болмайды. Уақытынан бұрын шалған құрбандық өз отбасы үшін сойылған мал іспетті. Ол құрбандық болып есептелмейді. Ал уақытынан кейін шалса, оның етін садақа ету уәжіп болады. Одан өзі жемейді. Құрбандық шалудың уақыты. Құрбан айттың бірінші күні айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні күн батқанға дейін жалғасады. Құрбандық шалу дұғасы. Құрбан ретінде шалынатын мал құбылаға қарата жатқызылып, дұға ретінде мына аят оқылған абзал. Инна салати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламина ла шарика лах. Мағынасы: менің намазым да, басқа ғибраттарым, өмірім де, өлімім де бүкіл әлемдердің раббысы бір Аллаға арналады. Оның еш серігі жоқ. Одан кейін Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илляха илляллаху, валлаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп такбир айтып, бисмиллахи, Аллаху акбар деп бауыздалады. Тек қана құрбанның иесінің ғана бисмиллахи, Аллаху акбар деуі жеткілікті емес. Құрбанды бауыздаған адам да бисмиллахи, Аллаху акбар деуі керек. Әдейі ұмытпастан бисмиллах деп айтпаса, құрбанның етін жеуге болмайды. Өйткені Алланың аты айтылып, бауыздалмаған малдың етін жеу харам. Құрбанның иесі құрбанды бауыздайын деп жатқан қасаптың қолының үстіне қолын қойып, бірге бауыздаса, екеуі де бисмиллах деп айтуы керек. Сойылатын мал құрбан ниетімен бауыздалуы шарт. Малдың жаны шыққаннан кейін барып, қана терісі сыпырылады. Жаны шықпай жатып басын кесіп алып тастау, немесе терісін сыпыру мәкрух. Құрбан айт қалай тойланады? Құрбан айт намазынан кейін барлық мұсылман ағайын туыстарға, дос-жарандарға, көрші-қолаңға айт қабыл болсын деп айтып айтшылайды. Үйлерге кіріп, Құран оқып, тілек тілейді. Бір-біріне сыйлық беріп, мерекелік көңіл күйде жүреді. Айттық сұрайды. Қазақ айт мерекесімен құттықтап, айттық сұраған жанның бетін ешқашан қайтармаған. Ренжісіп қалған адамдар бір-бірінен кешірім сұрап, қайта табысады. Әр шаңырақта қазан асылады, бауырсақ пен шелпек пісіріліп, мол дастархан жайылады. Сырқат кісілерінің көңілін сұрау, жетім-жесір, мұң-мұқтаждарға қол ұшын беріп, оларға айттың қуанышын сездіру де сауабы мол іске жатады. Құрбан айтта ауыз бекітуге бола ма? Құрбан айтқа бір күн қалғанда ораза ұстаудың маңызы зор. Яғни Зүл-Хиджа айының 9-шы жұлдызында болатын Арапа күні ауыз бекітуге болады. Ал айт күндері ораза ұстауға шариғатымыз рұқсат етпейді. Қарыз алып құрбан шалуға бола ма? Құрбан айт күндері жағдайы келмейтін адамдарға қарыз алып құрбандық шалу міндет емес. Құрбан шалу үшін қарыз алып құрбан шалу міндет емес. Өйткені құрбан шалу үшін адамның жағдайы болу керек. Жағдайы бар адам ғана құрбан шалады. Ал енді жағдайы келмейтін адам қарызданып құрбандық шалу оған міндет емес. Құрбандық кезінде құрбан шалудағы мақсат қан ағызу. 3 күн ішінде құрбан шалуымыз міндет. Оның орнына садақа етіп бере алмаймыз. Садақа ретінде құрбандық қаражаты жүрмейді. Алайда құрбан айт кезінде құрбандық ақшасын садақа ретінде бере алмаймыз.
Шамамыз келсе, міндетті түрде құрбандық шалу бізге уәжіп болады. Қазақша каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.